Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Толғанай Нұржанқызы. Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен самооценкаңыз енді мүлдем түспейтіндей қалай жасауға болады, сол жайлы үйренетін боламыз. Ең алдымен арнаға жазылып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз, және де лайк басып, өз пікірлеріңізбен достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздермен толыққанды ашатын тақырыбымыз ол самооценка. Самооценка деген негізі сөз жоқ. Шариғат шеңберінде өзіңді бағалау деген ол дұрыс емес. Неге? Себебі біздің бағамызды және біздің дәрежемізді білуші тек қана Алла. Яғни біздің дәрежеміз қай деңгейде тұрғанымыз, санамыздың қай деңгейде, рухани қай деңгейдеміз, жақсы амалдарымыз көп пе, оның бәрін бағалайтын ол бізде Аллах Тағала. Сондықтан дін шеңберінде бұл нәрсе қарастырылмағанда, біз және де біреуге баға бере алмаймыз. Негізі біреуге баға беруден Аллах болу керек. Себебі біреуге баға беріп біз оны жаңағыдай талқылап осуждение жасайтын болсақ, оның жаман қасиеттері, әсері бізге тиетін болады. Неге? Себебі мысалға біреуге жамандық тілейтін болсаң, немесе біреуді осылай талқылап негізі ол өсекке жатады ғой, бір жағынан қараған кезде осуждениеші. Сондықтан оның күйін түспейінше біз өмірден озбаймыз дегенде естулеріңіз болатын болса, сондай да сөздер бар. Және де бізге жалпы сізге баға беруші ол тек қана Аллада. Рух пен сана таңдау құқығын адамдарға Аллах Тағала берген. Басқа ешқандай да жануарға, ешқандай тіршілік иесіне Аллах Тағала ондай мүмкіндік берген жоқ. Осының өзіне біз шүкіршілік етіп, өзімізді жоғары санауымыз керек. Себебі Аллах Тағала бізді сондай қабілеттермен, сондай ерекшеліктермен көркем түрде сондай керемет махаббатпен жаратты. Оны бәріміз білеміз, Аллаға шүкір. Егер біз өмірімізді баланста ұстай алатын болсақ, бізде ешқашан самооценка құламайды. Неге? Себебі сіз қатты жаңағыдай төмен өзіңізді ешқашан мысалға кейде сезімдер болады, өзіңді ешкім сезінбейсің, өзіңді қолыңнан түк келмейтін сияқты сезінесің, андай жаман бір чувстволар болады, сондай бір сезімдер болады бізде. Оның барлығы негізі іблістен, яғни ібліс сондай жаман ойларды бізге салушы, қолыңнан бейне бір андай еш нәрсе келмейтін, ешкімге керексіз адам сияқты боласың. Ол жаңағы дүниенің барлығын бізге ібліс ойымызға салушы. Себебі бізді жаратар алдында бізге Аллах Тағала бүкіл жаңағы жаратушыларына бізге сәжде етсін деп бұйырады Алла Тағала. Адамды жаратқан кезде өзге жаратылыстарына адамға сәжде етіңдер деп бұйырады. Сол кезде жаңағы ібліс қарсы шығады. Себебі мен оттан жаралғанмын, мен адамға сәжде етпеймін. Себебі ол лайдан жаралды деп тәкаппарлықпен солай сәжде етпейді. Сол арқылы ол өзінің жаңағыдай жәннаттан қуылды. Және де ібліс сол мезетте Аллахның алдында сен мені жолдан тайдырдың деп оған жала жауып, мен де сенің құлдарыңды осылай барынша жолдан тайдыруға алдынан, артынан, жанынан деген сияқты жолдан тайдырумен күресетін боламын деп ант еткен. Сондықтан қандай да ойыңызға мен ешкімге керек емеспін, мен ешкімнің ешқашан ешнәрсе қолымнан келмейді деген ой келетін болса, оны бірден ібліс жіберіп отыр деген ойда болыңыз. Жалпы адамдар, кез келген адам негізі біз өзімізді тек қана дүниелік заттармен, материальный заттармен жаңағыдай бағалайды екенбіз. Ол мүлдем дұрыс емес. Яғни сіз бастық болсаңыз, немесе бір жоғары лауазымды адам болсаңыз, кейін ол орныңыздан түсетін болсаңыз, сіз өзіңізді жаңағыдай ешкім емес сезінесіз. Біз әуелі Алладан келген кезде біз ешкім болып келген жоқпыз. Сондықтан осыны есіңізден шығармаңыз. Біз жаңағыдай шүкір ете отырып қарапайым болуды үйренуіміз керек. Себебі баланста болу керек. Біз қатты жаңағыдай жоғары лауазымға отырып өзімізді даңдайсып тәкаппарлыққа салынатын болсақ, ол да дұрыс емес. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ұстанымы болған, осылай айтып өткен: екі өміріңді қос қанатыңдай тең ұста. Яғни сен ақыретіңе де жаңағыдай көз жүгіртіп қарауың керек, өлместей болып өмір сүрмейші, және де осы өміріңе де өзіңнің қолыңнан келгенше бүкіл жағдайыңды жасауға тырысу керек. Неге? Себебі бай болу немесе жаңағыдай бір жетістікке жету ол ешқандай да жаман дүние емес. Ол керісінше пайдалы дүние. Неге? Сіз сол нәрсе арқылы басқаларға пайдалы бола аласыз, басқаларға көмектесе аласыз. Негізі Құранда айтылған, дінде де айтылған, кедейден бай жақсы деген. Неге? Себебі бай адам болсаңыз, сіздің мүмкіндігіңіз болса, басқаларға көмектесуге, басқаларға пайдалы болуға сізде жоғарырақ мүмкіндік болады. Егер баланс болмаған жерде жалпы гармония болмайды деп айтады ғой. Сондықтан барлық жерде орта жолды ұстануыңыз қажет.
Жаңа айтып өткенімдей, Аллах тағала бізге рух пен сананы және таңдау құқығын, яғни еркіндікті беріп қойған. Біз өзіміз таңдаймыз бай немесе кедей болатынымызды, немесе жаңағыдай біреуге көмектесе алатынымыз. Жалпы өз өміріміздің өзіміз сценаристіміз. Яғни сіз таңдауыңызға қарай өзіңіздің өміріңізді сүретін боласыз. Сондықтан ешқашан қолыңызды бір сілтей салмай ары қарай жылжуға тырысыңыз. Сіздің жаңағыдай тоқтаған сәтіңіз емес, құлаған сәтіңіз емес, ары қарай оны жалғастырған сәтіңіз маңызды. Яғни үздіксіз жұмыс жасағаныңыз маңызды өзіңізбен. Сонда ғана біз өзіміз орта балансты гармонияда өмір сүретін боламыз. Ол мүмкін. Ондай адамдар бар, өмір сүріп жатырған, керемет баланста, самооценкасы жоғары, өзімен өзі жұмыс жасаған. Бірақ енді біз нәпсімен өмір бақи күресетін болғандықтан, онымен біз жаңағыдай орта жолды ұстанып, былай кетпей немесе былай кетпей деген сияқты дұрыс өмір сүруіміз қажет. Сонда ғана біз жаңағыдай жүрек тыныштығында, жан тыныштығында керемет өмір сүретін боламыз. Жалпы айтып өткенде жаңа Аллах тағала бізге айтты дедім ғой. Аллах тағала айтты, мен адамды жараттым, оны сондай ерекше сендерден жоғары етіп жараттым деп айтады. Періште мен іблиске жаңа көрсетер алдындаша сол үшін оларға сәжде етесіңдер деп бұйырады. Қараңыздар, Аллах тағала бізді қандай махаббатпен жаратып, жаңағы періштелер біз үшін қызмет ететіндей дәрежеге жеткізіп қойғанда. Сондықтан соның барлығын ойлаңыз. Сізді Аллах тағала сондай махаббатпен жаратты, қабілеттер берді, мүмкіндіктер берді. Сізді мысалы мынау өмірге адам етіп жаратты. Таңнан күнге дейін сіздің жағдайыңызды жасап, ризық несібеңізді арттырып, сізге барынша махаббатын беріп жатыр. Аллах өте шексіз құдірет, жаңағы махаббаттың иесі негізі. Соның барлығын сезінетін болсаңыз, миымен түсінетін болсаңыз, онда сіз барлығын жаңағыдай ойыңыздан өткізетін болсаңыз, трансформация жалпы болатын болса, өміріңіз Аллаға шүкір күрт өзгеретін болады. Және де сіз ешқашан жаңағыдай ойларға кетпеуіңіз керек, жаман ойларға. Оның барлығы өміріңізге әсер етеді. Если жаңағыдай егер самооценкаңыз түсейін бара жатқан кездер болады ғой, өзіңіз білесіз, сол кезде осы видеоны қайталап көріңіз, немесе жаңағы айтқан сөзімді есіңізге сақтаңыз. Сізді Аллах тағала сондай шебер махаббатпен көркем түрде жаратқан Аллахтың ең сүйікті жаратылысысыз. Сіз Алланың махаббатпен жаратқан жаратылысысыз. Сіздің қолыңыздан барлығы келеді, және Аллах тағала сіздің алдыңызға қаншама мүмкіндіктер ашып қойған. Сіздермен болған Толғанай Нұржанқызы. Барлықтарыңызға соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі қандай тақырыптар жайында қозғайық, сол жайлы жазып кетсеңіздер өте қуанышты болатын едім.